Бәріне сәлем, мен атым Бауыржан, және бұл Vocabulary арнасы. Достар, бүгінгі видеода мен бір инвестиция туралы, қаржылық сауаттылық туралы, бизнес туралы, жалпы өмір туралы, финансист туралы ойынды көрсететін боламын. Осы видеоның описаниесінде ссылка қалдырамын жазуға. Өте қызық ойын, сіздің қаржылық сауаттылығыңызды дамытуға арналған, және де осы видеоның астында көптеген инвестиция жасамас бұрын оқу керек кітаптарға да сілтемесін қалдырамын. Сонда егер оларды оқысаңыздар, сіздерде өте көп керек емес сұрақтар туындамайды, сіздер көп нәрсені түсінесіздер. Ол үшін достар, описаниеге қараңыздар, описаниені толықтай оқып шығыңыздар, көп нәрсені түсінесіздер. Қазір мен сіздерге сол ойынды көрсетіп, бір партия ойнап көреміз. Начать игру. Новая игра. Человек-компьютер. Уровень сложности. Жас примерно 18 жасар адам. Мына жақта өте түрі көп персонаждар бар. Евгений. Средний уровень сложности. Денежный поток. Нет, ода миллионы бар, қазір просто, қазір миллион ақшасы бар, оның просто сіздерге қызық емес болатын шығар, бірден миллионы бар адамдар ода. Сол үшін табамыз. Вот, 35 мың бар, 24 денежный поток. Аха, осыны таңдаймыз. Слетать в космос нет, не надо, свой остров не надо. О, кругосветное путешествие. Маргарита. Оңайырақ болсын, Маргарита. Кинока. Компьютер. Бросить кубик. Гаражная распродажа. Ойынның интерфейсіне қарасаңыздар, бұнда наличные деньги, денежный поток, расходы, доходы, расходы, активы 0, пассивы да бізде планшет. Пассив по планшетте. Активта доходы да рекламный агент, жұмыс істейді, работасы. Время планшет. И навыки кругосветное путешествие, более 35 миллионов сбережений, денежный поток превышает расходы, более 225 часов свободного времени. Яғни табысының бәрі пассивті болу керек, сонда адам уақыты бос болады. Яғни мақсаты айқын, түсінікті, бүтін мақсаты. Енді біз бастаймыз. Кубикті басамыз. Семейные посиделки. Большой семейный сбор по случаю юбилея. Ладно. Осындай неожиданный расходтар шығып қалуы мүмкін. Барлығы өмірге өте ұқсас. Трата денег. Вы случайно заметили довольно смелую футболку вместо моря? Такую штуку нельзя оставить кому-то еще. Сатып алсаң, настроение көтеріледі. Егер сатып алмасаң, настроение түседі. Қазір стрессоустойчивость деген ертегі, ол менде средний болып тұр. Сол үшін мен оны көтеру үшін, настроениені көтеру үшін сатып алсам, теңгеге. Донор плазмы. Вы можете стать донором плазмы крови в популярной венгерской, румынской частной. Не сильно 7 мың теңге үшін жүрем бе енді. Теңге деп есептеймін, себебі мен настройкада бәрін біздің өмірімізге өте максимально ұқсас болуға тырыстым. Минимальный зарплата қанша екенін көрсетесің, сонда бүткіл цифралар, бұл жақта искусственный интеллект қолданылады бұл ойында, сол үшін бүткіл бағалар, ақшаның құны барлығы әбден автоматически есептелді. Міне бір рет басқанда бір ай өтеді. Бір ай өтеді. Апрель. Совет месяца.
Некоторые семинары становятся доступны только при наличии специализированного образования. Но Георгий деген компьютер. Мына возможность либо бизнес ашуга болот, либо недвижимость, яғни жылжымайтын мүлік сатып алуға болот, немесе акция сатып алуға болот. Қазір біз не істесек болатынын білмей тұрмын қазір. Акция сатып алайын ба, или вообще X басып тастауға болады. Менде қазір ақша ондай көп емес, акция сатып алатындай. Бірақ мақұл. Читкоин сатып алайық ал. Биткоин деп есептейік. 19 штук, 89. Давайте. Образование, управление временем, целеполагание. Задумайтесь о том, что дает вам энергию на глобальном уровне, о ваших мечтах и желаниях, чтобы эти мечты сбывались сначала. Нужно превратить их в цели. Мақсат қою туралы семинарға қатысамыз, сөйтіп уақытты үнемдейміз, яғни бір рет 7100 теңге төлейміз, сөйтіп уақытымыз босайды, 4 сағат уақыт экономдаймыз, срок обучения 3 айдан кейін. Бизнес ашуға болады, немесе бизнес деп малый деп көрейік, бізде уақытымыз пока көп. Mail сервис, не хватает наличных. Давайте mail сервистен айналысып көрейік. Кредит, оформить. Все. Окей. Все, бастадық. Mail сервис бастадық. Аха. Ештеңе алмаймыз пока. Ақша жоқ өйткені көп. Mail сервис деген бизнесіміздің жұмыс істеп кеткен кітеміз. Трата денег керек емес. Вы думаете завести себе породистого щенка? Он расходтары бар, ол пассивқа кетеді, лучше керек жоқ. Настроение көрдіңіздер ме? Уже плохо. Зарплата түсті. Бизнес ашайын десем, уақыт уже 12-ақ. Сол үшін акциялар қарап көрейік. Нанотех. Бір акциясын сатып алсайық Нанотехтің. Енді мына жақта активтерге қарасаңыз, Mail сервис деген малый бизнес бағанағы сатып алған бизнесіміз. Ол енді табысты 4 айдан кейін бірақ бастайды табысқа келуді. Нанотехтің бір акциясын сатып алып, Читкоиннің 14 акциясын да сатып алдық қоймайын бағын. Бассейн 12.000, требуется время, 15 часов. Керек емес. Уақыт жеткіліксіз. Целеполагание. Вы успешно окончили обучение. 4 сағат уақыт өтті. Управление временем. Планирование. Жоспарлау. Мақсат қою, жоспарлау. Кругосветное путешествие. Қазір бар дейді, кредит алуына болады дейді. Банк не даст кредит под ваши доходы, яғни банк 7 миллион 100 мың теңге бермейді пока. Өйткені ондай доходтарым жоқ, ол кредитті жаба алады. Mail сервис. Активный сервис стал приносить 71 тысячу в месяц. 500 мың теңге әкеледі. Міне, доходыға доходыды ашып, қойып қосамыз. Мен рекламный агент болып 130 сағат құртамында 56 мың теңге табамын. Ал Mail сервис өзім малый бизнесіммен 15-30 сағат құртамында 71 мың теңге табамын. Қазір енді бітігі бар. Рекламный агент дегеннен рекламный агент уволится. Уволить айтем. Денежный поток бәрібір плюс 33 мың. Уақытым 166 сағат уақыт қосады.
пары. Проще играть в игры. Мерчендайзер. Зачем? Ондай жұмыс кіргенше яққан артық. Бизнес, малый. Handmade. Не хватает, существенно увеличить прибыль. Для этого необходимо маркетинговое и гуманитарное образование. Работайте на дому и продавайте через интернет. Цена 213 мың, доход андай. Пока керек жоқ. Не знаю. Планирование, вы успешно окончили обучение. Ага. Қараңыздар, бұяқта шын өмірдегі сияқты банктен кредит алуға болады. Карьерное вступление, удобная форма, адепта расписания. 95 мың табатын жұмысқа кіріп кетуіме болады қазір. Кішкене ақша жинап аламын да, сосын ол жұмыстан да шығып кетемін. Біраз уақыт ақша жинаймын да. Бір 5-6 ай жұмыс істеймін да, сояқта ақша жинап аламын, сөйтіп бизнес атам. Как приятно подарить другу то, что он давно искал. Шикарный набор ножей для сыра, просто так, то есть было отказываться в настроении. Ё-моё. Ладно, енді амал жоқ, настроение құрсын деп тұрған жоқ, қазір настроение құрсан бәрі бітшіс болады. Донор плазма керек емес. Қазір көрсетемін. Мына банкты бассаңыздар, міне бағанамен алған Nail сервистен бизнес ашу үшін алған кредитім шығып тұр. Осыны погасить етсек. Бірінші очередь, мен кредит алған шын өмірде де жақтырмаймын. Ұнамайды маған кредит алған. Алмаңыздар кредит. Трата денег. Занятия в школе иностранных языков захватит ваше воображение, знания английского, продолжительно увлекать. Итальянский, французский, китайский, вот. Ну ладно, уникай. Иностранный языков. Кругозор расширять это настроение. Бизнес деп көрсек болады тағы да. Ой, уақыт жеткіліксіз. Мен кішкене ақша жинап алу керекпін деп санаймын қазір. Активы. Акции. Соғыты керек емес. Маяқтағы бағанағы сатып алған читкоиндарымыз қазір 126 мың теңге тұрады. Біз 89 мыңға сатып аламыз бағана. Ол сатамыз бәрін. Автоматически. Нанотех тоже сатамыз. Нанотех сатамыз. Болды. Бізде 279 мың бар қазір. Депозитке салып қойымызға болады. Депозитке. Аяққа 7 мың емес енді. 100 мыңды бессрочный депозитке саламыз. Және выплата процентов по итогам года ставка 6%. Срочный годовой, яғни срогы бар, годовой депозитке тоже саламыз. Да, все. Бастаймыз. Керек жоқ ішіне. Қазір бірінші ақша жинап алу керек. Примерно 1 миллион теңге жинап алғаннан кейін бизнесті көреміз. Вы уволены. У вас произошел конфликт с начальством. Вы уволены. В течение следующих 3 месяцев вам будет предложено 3 вакансии. Отказ от всех 3 вакансий приведет к тому, что вы останетесь без работы. Золотой парашют. Вы получаете выходное пособие как компенсацию за преждевременное сокращение на работе не по вашей вине. На работе. Все, 180 сағат уақытымыз босады зато. Никаких праздников, просто победенча.
Рабочий болып 127 мың теңге таба алам. 180 сағат уақыт керек дейді. Мен олай істеу үшін бизнесін тастау керек болады. Қазір керек емес деп санаймын. Активы. Mail сервисті улучшету үшін бізге бизнес ашайық. Тағы да бизнес ашып көрейік. Малый бизнес. Не хватает, возьмите в кредит. Коммерческий паблик. 42 мың, 92 мың теңге айына. Требуется времени 9 сағат. Прибыль через 5-2 депозиты. Просто срочный депозит. Нет, бессрочный депозит. Просто снять лимиты. Окей. Маяқтан сатып аласамыз просто. 213 мыңға бизнес коммерческий паблик сатып алдық. Ол ВКонтактеде болуы мүмкін, Телеграмда болуы мүмкін, Ютубта канал болуы мүмкін, сатып алдық. Табыстап келетіндей керек емес. Пока жаспын. Вам исполнилось 19 лет. Поправка времени за возраст 0 часов в месяц. Ага. Бизнес. Тағы да малый бизнестарды қарап көрейік. Копирайтинг. Қызық емес сияқты. Уақытты көп алады, табысы аз. Рабочий болып жұмыс істегім келіп тұрған жоқ мен қазір. Трата денег. Ваша кровать треснула прямо посреди ночи. Вы нужно купить новый, прежде чем хорошо поработать, необходимо хорошо выстроить. Ладно, төсек жөндеп алу керек. Мотивация. Вы успешно окончили обучение. Бросьте играть. Да. Трата денег. Присмотрели себя давно. Рубашка. Отлично пишется. Да. Санитаром я не хочу работать. Санитар болып жұмыс істейді маған. Пропустить. Малый бизнес. Тағы да қарап көрейік. Настройка компьютеров. Тоже болады пока. Да, пока жас кезде можно. Настройка. Малый бизнес, малый handmade. Салта болады. Handmade тоже оформить етуге болады. Тағы кредит алып, бірнеше бизнесті ашып тастадым. Өте көп кредит алып тастадым. Енді кішкене күте тұру керек. Бизнестер ақша әкеліп бастаған кезде. Коммерческий паблик табысап келіп бастады. Мінекей, бағанағы бизнеске инвестицияларымыз енді қайтып бастады. Семинары. Как создать бизнес-план? Просто побездельничаем. Время в семье. Міне достар, осылай ақша жинап, бизнестер табыс әкеліп бастайды. Сіздерге соны көрсетейін, сонан осы видеоны аяқтайық. Ары қарай өздеріңіз түсініп аласыздар деп ойлаймын. Можно. Қазір бизнестер табыс әкеліп бастағаннан көрсетеміз. Осы ойында ойнасаңыздар өте көп нәрсеге көздеріңіз ашылады. Первая прибыль, активный месяц, салфетный прибыль в месяц. Міне, қазір доходы, коммерческий паблик, 53 мың, настройка компьютеров, mail сервис, handmade. Менде 4 бизнесім бар. 206 мың табам айына. Расходыға планшет, хороший чайды отказаться етсеуға болады. Ай сайын 17 мың теңге хороший чайға кетіп жатыр. Отказаться етемін. Экзотические языки. Шағай қалды бітуіне. Настройка компьютеров. Мына жақтағы кредиттерден жауып тастауға болады. Бағана қалған кредиттер. Мына кредитті де жауып тастауға болады.
кредиттерди алып жатадык. Депозитте акча салайык. Мінекей достар, қазір активтер мен пассивтердің негізгі мағынасын түсінесіздер. Мына жерде активіға кірсек, коммерческий паблик 213 мың, настройка компьютер 35 мың, mail сервис 142 мың, handmade 213 мың. Қолмен жасайтын товарлар. Депозитта бессрочный депозит 107 мың, годовой депозитте 142 мың жатыр. Пока акцияларым жоқ, бағана акцияларды сатып тастадым мен, бағалары қымбаттаған кезде. Сөйтіп бизнеске салдым. Енді бағана ойынның басында қарағанда денежный поток бізде өте аз болатын. Қазір денежный поток 149, уақытымыз өте аз болатын. Қазір свободный время 74 сағат, зато бизнестеріміз уже табыс әкеліп жатыр. Осыдан кейін бір 10 шақты айдан кейін, біраз ақша жинап алғаннан кейін біз орташа бизнеске көшеміз. Орташа бизнесте сіз уақытты азырақ құртасыз және табысыңыз көбірек болады. Бірақ оған ақша көбірек құртуыңыз керек басында. Міне осындай логикасы бар, өте қызық ойын. Бір рет ойнасаңыздар, бір 2-3 рет ойнасаңыздар, көп нәрсені түсінесіздер. Бизнес туралы, депозиттер туралы, кредиттер туралы, банковский система туралы, активтер, пассивтер, бос уақыт, бір сағаттық жұмысыңыздың бағасы, настроениеңіз қалай көтеруді түсінесіз. Стрессоустойчивость деген нәрсе бар. Бәрін түсінесіз. Өміріңізге ойынға қарағандай, дәл осы ойынға қарағандай қарай бастайсыздар. Бәріне кеңес беремін. Сілтемесі астында ойын. Негізі бұл платный ойын, бірақ мен сіздерге торрент файлға ссылкасын қалдырамын. Жазып алсаңыздар тегін. Егер достар осы видео сіздерге ұнаса, лайк басып арнаға тіркеліңіздер. Сіздермен бірге болған Сарқылов Бауыржан, және бұл Окаплеернесі. Сау болыңыздар. Все, заканчиваю. Бітіреміз.